Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге 15 минутта дайын болатын бал қосылған тортты жасап көрсетемін. Бұл рецептпен торт жұп-жұмсақ болып шығады. Жасалуы өте оңай. Алдымен ыдысқа майды, қантты, балды салып, пешке қоямыз. Пешке қойдым, қант ерігенше күтеміз. Қант еріді, енді осының үстіне нан содасын саламыз. Енді араластырамыз. Осылай көпіреді. Енді пештен алып, осыны суытамыз. Суыды. Енді екі жұмыртқаны бір-бірлеп салып, біркелкі қылып араластырамыз. Енді екінші жұмыртқаны саламыз. Оны да біркелкі қылып араластырамыз. Енді ұн саламыз. Қамыр біркелкі болғанша араластырамыз. Қамыр дайын. Мынадай болады. Пергамент қағазына мынадай дөңгелек сызып аламыз. Бір жағына сызамыз, екінші жағына қамырды екі қасықтан салып жаямыз. Осылай жайып аламыз. Менде дөңгелектің диаметрі 22 см. Әрқайсысын осылай жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста 3-5 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Менде 5 шықты. Енді әрқайсының айналасын тегістеп кесіп шығамыз. Енді торттың кремін дайындайық. Қаймаққа қаймақтың проценті 30% болғаны дұрыс. Қант ұнтағын араластырамыз. Торттың кремі дайын болды. Енді тортты жинаймыз. Бір-бірлеп қойып, үстіне кремін жағамыз. Әрқайсының үстіне осылай кремін жағып шығамыз. Кремді үстіне жан-жағына жағып шықтым. Енді айналасынан қалғанды ұнтатып, осыны үстіне және жан-жағына сеуіп, әсемдеп шығамыз. Торт дайын болды. Енді тортты холодильникке аз дегенде 1 сағатқа қойып қоясыздар. Ал мен сіздерге бірден кесіп көрсетейін.
Міне мынадай болып шығады. Торт өте жұмсақ болады. Міне. Егер сіздерге видео ұнаса, онда лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.